Атырауда бір жылдың ішінде білім беру мен денсаулық сақтау саласында 93 жемқорлық фактісі тіркелген. Бұл 2018-2019 жылдар аралығындағы көрсеткіш. Осы ретте өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі басқарма қызметкерлерімен онлайн кездесу ұйымдастырды. Шарада мекемелердің лауазымды тұлғаларына қатысты қозғалған қылмыстық істер қаралды. Мәселен, КСГУ университетінің директоры облыстық перинаталдық орталығының басшылығымен әкімшілік істер магистрі мамандығына оқу үшін 1 миллион 800 мың теңгеге келісім шарт жасаған. Демек, демеушілік қайырымдылық көмектер есебінен аударылған ақшаны жымқырған. Сондай-ақ мамандарына сыйақы ынталандыру сыйлығы және ақылы қызмет жасаған үшін 6 миллион 978 мың теңге қаржыны негізсіз берген, бірақ кейін қайта жинап алыпты. Білім мен денсаулық саласындағы парақорлық болашаққа жасалған зұлымдық екенін қаперге алған құзырлы орган бұл індетпен күресті күшейтетінін мәлімдеді. Қазіргі таңда жалпы елімізде агенттіктің ұстанып отқан саясаты бұл алдын алу жұмыстарын жүргізу. Алдын алу жұмыстары, алдын алу шараларын жүргізіп, қазіргі жағдайдағы сыбайлас жемқорлықты сонымен жеңу. Бұрындағы жазалау, тікелей жазалау жұмыстары, саясаты қазір бұл ескі саясаттардың бірі болып саналады. Енді жалпы облысымызда қазір өздеріңіз білесіздер, 170-ге жуық сыбайлас жемқорлық істері тергелуде.